Кір жуғыш машинаңызды жағымсыз иістен және грибоктардан тазалап, айнадай етіп жылтыратқыңыз келсе, онда осы әдісті қолданыңыз. Ол үшін бізге тіс жуғыш пастасы, ас содасы, 9% уксус және лимон қышқылы мен лимон қажет болады. Ол үшін осы видеодағыдай жасаңыз. Лимон қышқылын кір жуғыш машинаның ішіне сеуіп, порошок салатын лотокқа кішкене ас содасын сеуіп, және кір жуғыш машинаның резеңкесіне 9% уксусты кішкене тамызып, кір машинаның ішіне ешқандай кір салмай 95 градуста іске қосамыз. Осы әдісті жылына 2 рет жасап тұрсаңыз, машинада ешқандай грибоктар, плесендер, жағымсыз иістер болмайды. Кір жуғыш машинадағы грибоктар несімен қауіпті? Олар адам ағзасы үшін қауіпті микротоксиндерді шығарады. Бұл заттардың адам ағзасына тері арқылы немесе тыныс алу жолымен енуі жағымсыз салдарға алып келеді. Мысалы, бұл грибоктар денеге тиген кезде терінің қызаруы және қышуы байқалады. Сонымен қатар жөтел, тыныс алу ритмі мен жиілігінің бұзылысы байқалады. Ал егер асқазан ішек жолына түсетін болса, іштің кебуі, диарея, іш қату байқалады. Ал егерде микротоксиндер жалпы қан ағымы мен мидың жүйке жасушаларына енетін болса, есте сақтау қабілетінің бұзылысы байқалып, ми зақымдалады. Ал енді кір жуғыш машиналардағы грибоктардың пайда болу себептеріне тоқталатын болсақ, ең біріншісі ол кір жуғыш машинаның нашар желдетілетін ылғалды бөлмеде тұруы. Бұл себепті жоймай сіз грибокпен және плесенмен тиімді күресе алмайсыз. Екіншісі ол кір жуғыш машинаны кір жуғаннан кейін кептірмеуіңіз. Киімдеріңізді жуғаннан кейін міндетті түрде кір жуғыш машинаның есігін, порошок салатын жерінің және сол бөлменің терезесінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз. Ал егер сіздің кір жуатын машинаңыз тұратын бөлмеде терезе болмаса, сол бөлменің кір жуғаннан кейін бірнеше уақытқа есігін ашып қойыңыз. Келесі кір жуғыш машинадағы грибоктардың пайда болуының келесі себебі тек төмен температурада жуу. Бұл жағдайда бөлшектерді дезинфекциялау болмайды. Келесі себеп ол жуғыш заттардың дұрыс таңдалмауы. Құрамында ағартқышы бар порошок, бұл дезинфекциялаушы және грибоктардың пайда болуына жол бермейді. Сондықтан 3-4 жууда бір рет дәл осындай өнімдерді қолданылуы ұсынылады. Келесі 5-ші себеп ол кір машинаның дұрыс орнатылмауы. Егер слив ағындарына қосылу қателіктермен жүзеге асырылса, ағынды сулардағы лас судың бір бөлігі құрылғының ішінде қалып, жағымсыз иістің пайда болуына алып келеді. Кір жуғыш машинадағы грибоктармен қалай күресеміз? Грибоктар қышқыл, сілтілі ортада, жоғарғы температурада және құрғақ ауада өледі. Кір жуғыш машинада үй жағдайында грибоктар мен плесендерді болдырмауға арналған кеңестермен танысайық. Ең бірінші, жуылған кірді машинкада қалдырмаңыз. Жуу аяқталғаннан кейін оны дереу бөлек ыдысқа салыңыз. Айына бір рет кір жуғыш машинаны 95 градуста бір айландырып қойыңыз. Келесі кеңес, жуғаннан кейін әрқашан бөлмені және кір жуғыш машинаның өзін желдетіп, люктың есігін ашық қалдырыңыз және ылғалдың толық кебуін қамтамасыз етіңіз. Келесі кеңес, жуу аяқталғаннан кейін кір жуғыш машинаның резеңке люк манжетін және порошок салатын жерін құрғақ шүберекпен сүртіп қойыңыз. Келесі кеңесіміз, жылына 2 рет лимон қышқылымен және уксуспен кір жуғыш машинаны киім салмай айландырып дезинфекциялап тұрыңыз. Келесі, кондиционерлер мен түрлі ополаскивательдерді пайдалануды азайтуға тырысыңыз. Өйткені олардың қалдықтары машинаның лотогына түсіп көгеруге алып келеді. Міне, кір жуғыш машиналарыңыз сізге ұзақ пайдалы қызмет еткенін қаласаңыз, осы кеңестерді есте сақтаңыз. Және видеоны жақындарыңызбен, туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіз. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоның астына лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.